Смақов Жақан 1932 жылы Жаңарқа ауданы Ынталы ауылында дүниеге келген. Жастайынан Телғозының шоны, Төлебай Салдың өлең жырларын, әңгімелерін тыңдап, жаттап өсті. 1942-45 жылдар аралығында Ынталы орталау мектебінде мұғалім болған Серік Қирабаев Асан Жұмаділдиннен сабақ алды. Жақан Смақов балалар ақыны, теледидар қызметін ұйымдастырушы. Қазмудың журналистика факультетін бітірген. 1955-58 жылдары Талдықорған облыстық газетінде, Қазақстан пионері, коммунизм таны газеттерінде жұмыс істеді. 1958 жылдан Алматы теледидарының жастар редакциясында қызмет етті. 1950-60 жылдары сыйлық, қаз-қазбас, жастық сыры, бақ-бақ атты өлеңдер жинағы жарық көрді. Біздің атай түсеген, менің бөпем, саяхат, тағы басқа сурет кітапшалары шықты. Жаңғырық атты таңдамалы өлеңдер жинағы мен Талапай кітабы Жақан Смақовтың шығармашылығының шыны болды. Аяулы ақын 1974 жылы Алматы қаласында қайтыс болды.